Баршаңызға сәлем. Екі айнымалысар сызықтық емес теңестер жүйесі не есептер шығаратын боламыз. Алтыда бірінші есептің біріншісі. Так, 0, 2х қосылған y 0 деп, яғни y арқылы өрнекте боламыз. Бізде x-іміз қарама-қарсы жаққа плюс қылып өткізсек, және мұнда y-ті қалдырып, 2х-ті минус 2х қылып өткіземін. Бұл жерде координаталық жүйеге графигін салайын. X және y-ті белгілеймін. Y үлкен x-тан. Яғни бізде x-іміз үлкен болу керек, кез келген жауапты алсақ болады. Мына жерде бізде 2 бар, мына жерде мәселен 3 бар. Мына жерде қандай да бір m нүктесі 3-те 2 дегенді осының орнына апарып қоя салайық шынында. Яғни бізде x дегенім 3-ке, y дегенім 2-ге тең. Демек, мына шарт дұрыс екен. Мына жағы шешім болады. Келесі бізде y минус 2х дейді. Яғни бізде x-іміз, сызық теңдеуіміз теріс болатын болса, онда екінші, төртінші шиелекте жатады. Мұнда қоя салайық, кез келген минус 1-ді қойсақ, плюс 2 болады. 0 қойсақ 0 болады. 1 берсем минус 2 болады. Сонда бізде қатаң емес болып беріліп тұр. Түзу сызық болады. Бұл жерде де минус 2х шешімі болу үшін мына жерде кез келген бір санды ала салайық. Мұнда бізде минус 2, минус 3-те, мына жерде минус 2 деген санды қиылысуын алайын. К нүктесін қойып көрейін мұнда. К нүктесі бізде сонда минус 3-те, минус 2 деген санды қойып көрейін. Y-ім минус 2-ге, минус 2 көбейту минус 3. Минус 2, мәйкен көзі плюс 6 болады. Демек дұрыс екен. Мұна шешімі мұны төмен жағы болады. Осыған жері болады, мұна жер болады. Бұлайынша ұзақ болады. Мұна аралық болады. Екі жағы да боялған жері бар ғой мұна. Мұна аралық шешім болады екен. Так, бізде минус менде 2y x қылып өткізейін да, минус y минус 2x қылып өтеді. Сонда y-ім менің x-тің алдына 2-ден 1 x болып барады, ал мына y-ім минус 1-ге көбейіп жүрген кезде y үлкен 2x-тан болады. Сонда енді графигін салайын мен. Мынаның графигін салам. X-тің орнына кез келген сан берейін. X-тің орнына 2 қойсам, менде y-ім 1-ге тең болады. Яғни 2-2-ның өзіне 1 болады. 0-ден берсем 0 болады. Минус 2-ден берсем, әлбетте минус 1 болады. Сонда мынандай үзіліссіз сызық шығады. Түзу сызық пайда болады. Соны y тең x бөлінген 2-ның графигі. Яғни мен мына жерден кез келген минус 2 деген k деген мәнін мына жерге қойып көрейін. Так, 2 дегенім минус y-тің орнына минус 2, x деп отырғаным 2 бөлінген 2 1-ге тең. Яғни мына жерде минус 2 деген төмен жағы емес, шешімі демек жоғарғы жағы болады. Енді қызылмен алайын. Енді y тең 2x дегенді қарастырайық. 2x деп отырғаным. Так, мына жерде x-тің орнына 1-ден берсем, y-ім плюс 2 болады. 0-ден берсем 0 болады. Минус 1-ден берсем, минус 2 болады. Сонда график кішкене былай қарай сызылады. Бұл деп отырған y тең 2x-тің графигі. Енді осыған да осы k нүктесін қойып көре салайықшы.
y деп отырған минус 2, x деп отырған 2, 4 болып тұр. Демек, шешім мұнда дұрыс емес болғандықтан төмен жағы емес, бұның да шешімі жоғарғы жағында болады екен. Так, мына арал, мұны қызылмен бүйтіп сызып жатыр. Мына қызылдың тағына жерден қатты бояйын, мына аралық шешім болады. Екеуінде боялған жері. Мына жоғары жағы боялып тұр, осында екеуінде боялған жері шешімі болады. Мен y-ті мұнда қалдырайын да 2x минус 2x плюс 4 болып өтеді мұнда. Ал y-ім x квадрат плюс 2 болып түрлендіріп аламын да координат саламын. X және y. Яғни мен біріншісін деп жазайыншы, мына жерде y тең минус 2x қосылған 4 деп, мына жерде x-ке y-ға 0-ден беремін да, минус 2x қосылған 4 тең 0 деп таба саламын. 2x тең минус 4, x тең 2 болады. Сонда 0-де 2 деп отырғаның, мына 0-де 2 деп отырғаның мына жер. Енді x-ға 0-ден беретін болсақ, y-іміз әлбетте 4-ке тең болады. 4 деп отырған мына жер мына. Біз жерде, яғни теңсіздік белгісі қараймыз. Үзіксіз болады. Енді бұның шешімін анықтайық. Шешімі мына жерде мынада 2 бар міне. Мына жерде 2, мына жерде 4. Екеуін қиылысқан жерін мысалы А деп ала салайыншы мен. А деп алып, мына жерге тексерейік. Тексеру деп мына жерге жазайыншы. Y-дің орнына мен 4 қоямын. Мына теңсізге қойып қойдым. 2-ның орнына минус 2 көбейту 2 минус 4 қосылған 4. 4 үлкен 0-ден. Яғни мына жер бізде не істеп тұр? Шешімі дұрыс болып тұр. Демек, шешімі жоғары қарай сызам. Мына жақ шешім болады. Енді келесі бізде парабола. Мұны қызылмен салайын. Парабола дегеніміз y-дің бойы 2-ден төбесі 2 арқылы өтеді. Яғни 1-ден берсем 1 болады. 2 жағын 1 сызып отырам. 2 берсем, 2-ден берсем 4 болады. 4 болады. Бір-біріне симметриялы түрде жүру керек. Осы жерді мен бұлай сызып қоямын. Бірге де қойып көрейін. А деп отырған менде y-ім 4-ке тең болса, x-ім 2-ні қойып көрем. 2-ның квадраты 4, 4-ке 6. Мынау сырты шешімі дұрыс емес. Яғни, мынау параболаның шешімі ішкі жағы екен. Бірінші 2-де минус 1. 2 деп отырғаның мұны, минус 1 деп отырғаның мұны, мына жақта. Мына жерде тұр. Шешімі болмайды. Минус қояйын, шешімі болмайды. Себебі бұның шешімдері жоғары жақта орналасқан, бұл жерде шешімі жоқ екен. Екінші бізде 1-де 6. Мына 1 деп отырған мына жер. 6 деп отырған 4, 5, 6 деп отырған мына жер. Яғни шешіміне кіреді екен мына жер. Мына жасылмен белгіледім. Кіріп тұр. Демек, шешіміне кіреді деген сөз. Үшінші. Минус 4-де 7. Минус 4 деп отырған менің 1, 2, 3, 4, мына минус 4 мына жерде. 7 дегенім мына жақта 7. Екеуін қиылысу жері шетте тұр. Мына аяқта тұр. Кірмейді. Төртінші бізде 0-де 4. 0 деп отырған мынау, 4 деп отырған мына жерде. Мына шешімнің ішіне кіріп тұр. Екіншісін жұп жақтарын шығарып көрейін. X минус y
2-де 0, y 4,5-те x квадрат. Минус y, минус x плюс 2 болып келесі жаққа өткіземіз. Мына жерде y сол күйінде өзгеріссіз жазылады. Және мына жерде өрнектеймін. Y-ны минус үшін минус 1-ге көбейтіп жүремін. Теңсіздіктің белгісі ауысады, мұқият боламыз. Минус 1-ге көбейтірген кейін y-ның алды плюс болды. Теңсіздің белгісі ауысады және одан кейін өрнектерде қарама-қарсы таңбаға өзгереді. Мына осы теңсіздіктің графигін табамыз. Бірінші x тең 0-ге болғанда y автоматты түрде минус 2-ге тең болатынын білеміз. Мына минус 2. Ал y 0-ге тең болғанда x минус 2 тең 0 деп теңдеу шығарып аламыз. Сонда x-ім 2-ге тең екен белгілі болды. Немесе тағы бір екі сан қосып шығарсақ та болады. Мысалға, мұнда мен тағы минус 2-де минус 2 беріп көрейінші. Минус 2 деген 4-ге тең. Y минус 4-ге тең. Мына жерде минус 4-ге тең. Жалғасын. Одан кейін аяқта минус 3 берсем де, минус 3 берсем, мұнда минус 5-ге тең болады. Солай бізде жалғасып кете береді. Яғни осының жоғарыда кез келген мына 0-де 0 деген шешімін ала қойыңызшы. 0-де 0 деген шешім алсам, y-ім 0, x-ті да 0, азайту 2 десем, мұнда дұрыс орындалып тұр. Демек, жоғары жағы шешім болады. Споем бай. Енді келесі мен басқа цвет алайын. Мына y кіші 4,5 минус x квадраттан. Яғни бұл тармағы төмен қараған парабола. Мына жерде 4,5 төбесі, мына 4,5-нан өтеді. 4,5. Енді бірден қойын, x-ға бірден берсем, 4,5-нан бірді азайтсам, 3,5 болады. Мына жер 4 болса, мына жер 3 болса, 3,5 ортасы болады. Мына қиылысу. Парабола симметриялы түрде жүреді бір-біріне. Одан кейін мына жерде 2-ні қойсам, 2-ні квадрат 4, 4,5-нан 2-ні 0,5 болады. Мына симметриялы жүреді. Келесі мына жерде 3-ті қой. 3-ті қойсам, симметриялы түрде мына жақта сондай. Сонда шешіміміз бар. Үзік-сызық болады. Мынау біздің негізі x-імізді үзік-сызық, түзу сызығымызда үзік-сызық болады. Мына жер үзік-сызық. Мына жерде қызылмен белгілеп қойын, үзік-сызық болады мындай. Екеуі де қатаң емес себебі. Шешімін табайық енді. Шешімін тапсақ, мына жерде бұған да 0-ді 0-ді апарып қойсақ, 0 үлкен 4,5, мынау 0 болатын болса, онда ішкі жағы шешім болады мына. Мына жер шешім болады екен. Барсам, 2x минус y қосу 3, 0. y x квадрат плюс 2. y-ті қалдырам, x минус 2, x минус 3 болып өтеді. y-тің алды минус, я? Мына жерде шындай өзгерісші осы күйінде шығара береміз. Y-тің алдынан минустан құтыламыз. Теңсіздік белгісі ауысады. Одан кейінгі минус 1-ге көбейткенге барын таңбасы қарама-қарсы өзгеріп кетеді екен. X квадрат плюс 2. Осы теңсіздікті шығарамыз. Бізде оң жақ басымдау керек екен. Плюс жақ x және y. Так, мынаны сызатын болсам, егер x-імді 0 деп алатын болсам, y-ім 3-ге тең екен айқын. Y-імді 0 деп алсам, 2x қосылған 3 тең 0 деп, 2x тең 3 минус x тең минус 1,5 деген санды аламыз. X 0 болғанда y-ім 3 деп отырған мына жер. Бір бояп қойын. 3-ім 1,5 деді. 1,5 деп отырған мына жер. 0 деп минус 1,5.
Так, бұл жерде үзік-сызық болады. Шешімін анықтаймыз енді. 0-ден 0-ді қойып көре салайықшы. Бұл жерде 0 үлкен 2 көбейту 0 қосылған 3 деген кезде мына теңсіздік орындалып тұр. 0 3-ден 0-ден 0. Демек, мына сырт жағы, төмен жағы. Енді екінші парабола тармағы жоғары қараған, яғни төбесі 2 арқылы өтеді. Міне 2-ні белгілеп қояйын. Және 1 болғанда ол тармағы жоғары қарайды 3. Оған симметриялы жүреді. Мына жақта 1-ді бердім, 2-ні берген кезде 4 қоссаң 6 болады. Мына жақта болады. Оған симметриялы. Сонда графигіміз кете береді. Яғни үзіліссіз сызық түзу болады. Енді шешімін анықтаймыз. Мен де бұл жерге 0-ден 0-ді қоя салайын. 0-ден 0-ді, x 0 болғанда, y 0-ге тең болғанда 2 болады. Демек, шешімі төмен жағы, сырт жағы болып тұр. Осы жалпы. 6-да 6-шы есеп. Қараймыз, мына есепте бірінші деп алайыншы. Мынау 0, x минус y 3. Енді мұнаны бір бөлек алайын. X минус y-ті 3 деп, x минус y-ті 0-ден үлкендеп бір алайын. Сонда мынауым яғни минус y минус x плюс 3. Мынау минус y үлкен минус x болып, яғни x-тан алып минус болмау керек бізде. Сонда барлық таңбалар қарама-қарсы өзгеріп кетеді. Минус 1-ге көбейтсем, минус 3 болады. Y-ім ауысса x болады. Келесі екінші бізде x қосылған y-ім 3 деп, екінші x қосылған y-ім үлкен минус 1-ден деп, екі теңсіздікті былай жазып алсақ болады. Y-ім минус x қосылған 3 деп, мынау y үлкен минус x минус 1 деп. Осылай. Бірінші мен мына қызылмен салайын. Мына екеуін қызылмен салайын. Егер x-ім минус 3 болса, яғни жаңа айттық, минус 3 мұнда. Y-ім 0-ге тең болғанда, y-ім 0-ге тең болса, мына жерім y-ті 0-ге тең болса, x минус 3 тең 0 деп, x-тен 3 екенін тауып алсақ болады. Екінші, мына y-тен x дегеніміз 0 арқылы өтіп тұр. Бізде 0 арқылы өтеді. Егер x-ға 1 беретін болсам, y-імді 1 болады. Y-ға бұл да түзу сызық болады. Енді екінші, мынаны салам көкпен. Фиолетовыймен салайын. X-ім мына жерде 3-ге тең болды. Плюс 3 деп отырған мына жерге тең. X минус плюс 3 тең 0 деп, минус x тең минус 3, x тең 3 деп, x-ім да 3-ге тең екен белгілі мына. Одан кейін, мына минус 2, мына жер минус 1-ге тең болса, сразу минус 1-ге тең деп, мына жер белгілей саламыз. Сонда x-ім y 0-ге тең болса, мына плюс 1, x тең минус 1 деп жазамыз. Мына жерде x минус 1-ге тең. Мына 4 бұрыш. Мына 4 бұрыш шығады. Яғни мынау деп отырғаным y кіші минус x қосылған 3, y минус x минус 1-дікі. Мынау А-ны 3-те, мына жақта минус 2. 3-те минус 2-ні қойып шығам.
Так, біріншісіне y мынаған қойып шығам. X-тің орнына -2, мынаны 3-ті қоям. Мынау тура екен. Яғни, мынаның шешімі төмен жағы болып тұр. Қойыңызшы. Екінші, y үлкен x минус 3-ке дейін аны қоям. Y-тің орнына -2 қоям. X-тің орнына 3 қоям. 3 азайту 3, 0 болады. -2, 0. Мынау шешім орындалмайды екен. Демек, мына төмен жағы шешім емес, бұны да жоғарғы жағы шешімі болады. Мен бүйтіп қиғаш қойайын бұны. Одан кейін үшінші теңсіздік бізде мынаның орнына қоям. -x қосылған 3-тің орнына жаңағы аны қоям. Y-тің орнына -2-ні қойсам, 3-тің орнына -3 қосылған 3, мынау 0 болады да, мынау орындалып тұр. Демек, мынаның орнына қойса, мына төмен жағы шешімі болып тұр мына. Төртінші, y-ім -x -1 деп орнына қоям. Y-ім -2, x-нің орнына 3-ті қойсам, -3 -4, мынау -2 үлкен -6-тан орындалып тұр. Демек, мынаның жоғарғы жағы шешімі екен. Міне, сонда бізде мынау ортасындағы 4 бұрыш есептің шарты бойынша міне. Мынандай 4 бұрышымыз пайда болды.